Оқырмандардың сұрауы бойынша холодец жасаудың жолын толықтай көрсетіп жіберейін. Мынау тайдың сіңірлі жіліктері, орысша култышка дейді. Мен соларды 6 сағаттың көлемінде баяу отта қайнатып пісіріп алдым. Достар, жіліктерді қайнатқан кезде кеңірек ыдыс алып, бір қатар етіп саламыз жіліктерді. Үстіне сол жіліктердің бетін жауып тұратындай ғана етіп суын құямыз. Бізде сорпа көп болмау керек. Неке қазір сүзіп дайындап алған сорпа жайлап қайнап тұр. Енді осыған ет тартқыштан өткен сүңгілерді саламын. Бисмиллахиррахманиррахим деп. Келесі кезекте татымды етіп тұзын саламыз. Қара бұрыш. Әркім өзінің талғамына қарай салса болады. Қызыл бұрыштан саламын. Жақсылап араластырып, бір қайнатып аламын. Холодец дайын. Қараңыздар, қаншама табиғи таза өнім, табиғи коллаген. Мінекей, жылқының сіңірлі жіліктерінен жасалынған холодец.